Саламатсыздар, ауыл тұрғындары. Бүгінгі жаңа қоғамдық тыңдалым болып жатыр біздің округімізде. Соған енді бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімнің аппарат коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Шақпақ ауылдық округіндегі тұрмыстық қатты қалдықтар полигоны үшін қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат алу бойынша нормативтік құжаттарға рұқсат алу. Бұл енді бастамашы біз өзіміз болып отырмыз. Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкім аппаратының коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Шақпақ ауылдық округі болып отыр. Және жобалаушы мекеме ЕКО КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Енді бұл ашық жиналыс болғандықтан жаңа ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін, жалпы жиналыстың хаттамасын енгізу үшін ашық қоғамдық тыңдаулардың қатысын және дауыстарды санауға жауапты тұлғаны сайлап алуымыз керек. Сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесін бекіту қажет. Бұл енді жалпы жиналыстың қатысысы және дауыстарды санауға жауапты тұлға ретінде ЕКО КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Дүзелбаева Ләйла Абдуллаевнаны сайлауды мен өзім ұсынып отырмын. Енді дауысқа салайық, осы кісіні сайлауға қол көтерулеріңізді. Бір ауыздан сайланды. Енді ашық жиналыстың арқылы жаңа қоғамдықты тыңдауларды өткізу регламенті болады ғой. Соны бекітіп алайық. Баяндаушылардың баяндамаларына 5 минут. Баяндамаларды талқылау және қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау. Баяндамашылардың өз кезегінде қоғамдық тыңдауға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап беруге 10 минут уақыт беріледі. Және қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығаруға 2 минут уақыт беріледі. Келісесіздер ме? Осыған дауыс берсеңіздер. Бір ауыздан қабылданды. Ендігі сөз кезегін берейік онда баяндамашымызға. Жаңа ЕКО КС жауапкершілігі шектеулі ұйымының өкілі Дүзелбаева Ләйла Абдуллаевна қызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары. Менің есімім Дүзелбаева Ләйла Абдулла қызы. Мен КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жобалаушы маманы болып табыламын. Рұқсат етсеңіздер, онда бүгінгі баяндамамды мен оқып берейін сіздерге. Қазақстан Республикасы экология кодексінің 58 бабы 2 тармағына сәйкес, 78 бабы 1 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары бекітілген. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетінің атқарушысының 2021 жылғы 3 тамыздағы номер 286 бұйрығымен бекітілген. Бүгінгі қоғамдық тыңдау жоғарыда көрсетілген бұйрықтың 2 тарауындағы ашық жиналыстардың санында қоғамдық тыңдауларды өткізу тәртібінің барлық тармақтарына сәйкес өткізіліп отыр. Енді ол дегеніміз, біз осының алдында сіздерге хабарландыру іліп, газетке және жүгіртпе жолға осы туралы хабарлама берген болатынбыз. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Шақпақ ауылдық округі тұрмыстық қатты қалдықтар полигонына 2026-2035 жылдар аралығына арналған қоршаған ортаға әсер етуінің нормативтік құжаттарына рұқсат алу болып табылады. Полигон Жамбыл облысы Жуалы ауданындағы Шақпақ ата ауылынан оңтүстік шығысқа қарай 2 километрден астам қашықтықта орналасқан. Нысанның аумағы 1 гектарды құрайды. Тұрмыстық қатты қалдықтар полигонында қалдықтарды қабылдау, оларды сақтау және оқшаулау жұмыстары жүргізіледі. Полигонның қоршаған ортаны ластауы, полигонға қалдықтарды түсіру кезінде, қоқыстарды нығыздау кезінде, оларды оқшаулау кезінде және қалдықтарды үйінді ретінде сақтау кезінде болады. Шақпақ ауылдық округінде Дүйсенбай, Ынтымақ, Амансай, Шақпақ ата ауылды мекендері бар. Халқының саны 4138 адамды құрайды. Соңғы 2 жылда халықтың жыл сайынғы өсімі шамамен 1,5%-ды құрап отыр. Осы деректерді ескере отырып, қалдықтардың пайда болуын 10 жылға есептеу жүргізілді. Шақпақ ауылдық округі тұрғындарының 2026-2035 жылдар аралығындағы қалдықтарды шығару көрсеткіші 2026 жылы 457 тоннаны, 2035 жылы 522 тоннаны құрайды деп есептелуде. Пайда болған қалдықтар қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына орналастырылады.
Тұрмыстық қатты қалдықтар полигонға орналастырылмас бұрын ол сұрыптаудан өткізіледі. Қазақстан Республикасы экология кодексінің 350 бабының 5 тармағына сәйкес тұрмыстық қатты қалдықтарды сұрыптаусыз көмуге тыйым салынады. Яғни ол қайталама шикізат ретінде қайта өңделетін қалдықтар. Мысалы қағаз, картон, газет, сынған шыны ыдыстар, әйнектер, ескі жиһаздар, қолданыстан шыққан ағаштан жасалған бұйымдар, бос консерв банкілері, металл сынықтары, целлофан қапшықтары, пластмассадан жасалған бұйымдар, пластикалық бөтелкелер, мата, тамақ қалдықтары, сойылған малдың қалдықтары, малдың тезектері, құрылыс қалдықтары, қолданыстан шыққан автомобиль дөңгелектері. Сондай-ақ құрамында улы заттар бар қалдықтар бар, олар лампалар, батарейлер, аккумуляторлар, пайдаланылған майлар мен сұйықтықтар, электрондық қалдықтар. Осы аталған қалдықтарды қабылдайтын арнайы мекемелер бар, сол мекемелерге өткізген жөн. Ал қалған сұрыптауға келмейтін қалдықтар полигонға көміледі. Жалпы бүгінгі тақырып бойынша баяндамам осындай. Егер сіздерде көкейлеріңізде жүрген мәселе болса, бүгінгі баяндама бойынша сұрақтарыңыз болса, қоюға рұқсат. Ұсыныстарыңыз болса да. Malın kaldıklarda sözde kaldığını? Жоқ. Малдың қалдықтарын қабылдайтын арнайы мекеме бар. Сол мекемеге сіздер хабарласу керексіздер. Солар жөнін көрсетеді, жолы қандай екен. Иә. Ветслужбаның жұмысы ғой, ветстанция. Соларға хабарласасыздар. Malın nesi dediğin kaldıklar. Оны тастауға болмайды. Онда тастауға болмайды, иә. Полигонға. Қандай сұрақтарыңыз бар? Көңіздер бүгін. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда бүгінгі келіп жиналысқа қатысқандарыңызға рахмет. Енді бұл жаңағы өздеріңіз баяндамада көрдіңіздер ғой. Қандай жұмыстар, қандай іс-әрекеттер атқарылу керек екен. Келіспеушілік бар ма, жоқ па екен араларыңызда? Бірауыздан келісеміз бе? Geçseniz. Қол көтеру керек. Иә. Қолдарыңызды көздеріңіздер. Енді бұл барлығы қатысушылар сіздердің пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз бойынша бұл қоғамдық тыңдалымды өтті деп есептейміз онда. Келгендеріңізге, атсалысқандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Енді ол жаңағы сіздің ұсынысыңыз бар көбі. Ол да хаттамада ескерілетін болады. Болмаса тағы қандай ұсыныстарыңыз бар? Жастар жағы айтыңыздар. Ұсыныс жоқ болса, онда осымен қоғамдық тыңдау жабық деп жариялаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.